Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Егер сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, онда сіз есеп шоттардың бұғатталуына тап болған шығарсыз. Сіздермен бірге осы жағдайды қарастырып көрейік. Бұл парақшада біз салықтар туралы айтамыз, бізге жазылып видеоны бөлісіңіз. Сонымен, сіздің шоттарыңызды ашу үшін не істеу керек? Негізінен шоттар мына себептермен бұғатталады. Біріншіден, бұл тапсырылмаған салық есептілігі. Екіншіден, салық есептілігінің дұрыс толтырмауына байланысты қалыптасқан қарыз үшін болады. Үшіншіден, жауапсыз қалдырған камералдық бақылау хабарландыру бойынша. Есіңізде болсын, салық органы себепсіз және хабарламалар жібермей шотты бұғаттамайды. Хабарламаларға жауап бермегендіктен сіз өз қаражатыңызға қол жеткізе алмай қалуыңыз мүмкін. Мұндай қиындықтарды болдырмау үшін салық төлеушінің кабинетінде хабарламалардың бар жоғын үнемі тексеріп отырыңыздар. Сондай-ақ хабарламаларды қарау үшін e-салық бизнес мобильді қосымшасын жүктеп алуды ұсынамыз. Маңызды лайфхак: егер шот салық есептілігін тапсырмаған үшін жабылған болса, салық есептілігін тапсырып, 1414 байланыс орталығына қоңырау шалыңыз, немесе бізге дайректке жазыңыз. Жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар.